Баршаңызға сәлем. Біз бүгін сіздермен кремне ешқандай сливки да, творожный сыр да қажет болмайтын, осындай үлпілдек, әдемі, экономичный болатын торт жасайтын боламыз. Бисквитке осы заттар керек болады. Кремге бар болған осы заттар керек. Қазір общий қанша теңге кеткенін шығарып қоямын бағасын. Бисквитті жасау үшін ең алдымен жұмыртқамызды шағып аламыз. Жұмыртқаны құмшекермен араластырып, ақ көбік болғанша, пышный болғанша араластырамыз. Сұйық майды құйып, жылы сүтімізді құйып, жақсылап араластырамыз. Құрғақ ингредиенттерді бір-бірімен біріктіріп, азыздан массамызға салып отырамыз. Видеода көрсетілгендей, лопаткамен астынан үстіне қарай араластырамыз. Бисквитіміз дұрыс көтерілу үшін азыздан салып, лопаткамен астынан үстіне қарай араластыру керек. Формамызды майлап, үстіне бисквитті құйып, пісіріп аламыз. Кремге 2 жұмыртқа мен крахмалды және какаоны қосып, венчикпен араластыру керек. Миксермен емес, венчикпен араластырған дұрыс, сонда массамыз қою болады. Сүтті отқа қойып, үстіне сгущенка салып, араластырып, ысытып аламыз. Ыстық сүтті азыздан қосып, соңында бәрін біріктіріп, отқа қоятын боламыз. Осылай отқа қойып, қою масса болғанша араластырып тұрамыз. Міне осындай масса шығу керек. Енді сармайды миксермен араластырып аламыз. Креміміз ыстық кезде шоколадты қосып, тез-тез араластырып аламыз. Шоколадымыз ерейтіндей. Сармайды қосып, тағы да бір араластырып, кремімізді жарты сағат 1 сағатқа холодильникке салып алсақ, өте жақсы болады. Бисквитті кесіп, бөліктерге бөліп, осылай тортты жинақтаймыз. Тортты жинақтап болғаннан кейінде бетін пищевой пленкамен жауып, холодильникке 1 түнге қойып қоямыз. Сол кезде крем сіңіп, әдемі болып шығады. Өз қалауларыңызша безендірсеңіздер болады. Мен осылай жанын кескен кездегі артық қалған бөліктерін майдалап, жанына жабыстырып, бетіне кокосовый кружка септім және шоколад, 1-2 шоколад қосып қойдым. Өте жұмсақ, үлпілдек, экономичный торт. Ауызға салсаң бірден еріп кетеді. Өте арзан заттар кетеді. Бұлай қарап тұрсаң, үйде бар заттармен жасауға болады. Астарыңыз дәмді болсын. Рецепт ұнаса, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлығыңызға рахмет.